мешітке келдік. Достар, біз үйдеміз әдеттегідей. Құдай қаласа міне уже залымыздың штукатуркасы бітіп жатыр. Қалай сіздерге? Оқ па? От па? Пернеханның қолынан шыққан шедевр ғой. Мына бұрыштың шыққанын қарасаңыздаршы, қалай ровно шыққан, Міне. Мақтанбай былай көрсетейін сіздерге, міне қараңыздар сенің ровнылығын. Қалай сені ровны болып тұр көрдіңіздер ме? Аяқтан бүйтіп көруге болады міне. Алла қаласа осылай штукатуркамызда өз мәресі жетейін деп жатыр. Бірақ комната қалып, бізде кухня ғана қалды, құдай қаласа. Енді сол кухняны бітірсек, сонымен деп евроремонтқа өтеміз, Алла қаласа. Одан кейін мына үйдің ішін толын тазалау керекпіз. Бір жаңағы ішіне уборка жасап шығу керек болады. Одан кейін Алла қаласа уже евроремонт деген жұмыс басталатын болады. Үйіміз үй ұқсап келе жатыр, тереземіз де дайын. Алла қаласа әкеліп қойып орнату керек. Сол ғана жұмыс қалды. Есікті де дайындап қойдық бұйыртса. Сол есіктерді салынса вообще кайф болады. Оны да мен сіздерге көрсетемін, Алла қаласа. Сол сәттілік бізге Алла жар болсын, ағайын. Міне үй салу оңай емес. Үй салып жатқан жандарға Алла тағала жеңілдігін берсін. Бұйырса осы біз секілді үй салып, шаңырақ көтеріп, міне мынақтарды көрсетейін сіздерге. Мына біткен жұмыстар ғой. Міне қараңыздар. Мынаның бәрі уже біткен. Мына жақтың коридорының бәрі біткен. Мына жақтың бәрі біткен. Тек мына бұрыш қана қалды. Бұл жерге правила қойып түзеу керекпіз кішкене. Біздің входной есік осы ғой. Сосын бізде мына жақта мына спальня бітті, міне көріп тұрғандарыңыздай. Сосын мына спальня да бітті, көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен Аллаға шүкір, әйтеуір жұмыстарымыз жүйесімен орын-орнына келіп жатыр. Міне бұрышты шығарған қасаңыз, Пернеханның міне бұрыш деген прям оқ. Көрдіңіздер ме? Баршаңызға біз сол кеше машина алып соның шаруасымен жүріп, не істей алмадық, сториске шыға алмадық. Құтты болсын жан. Осындай машина алдық. Автобуспен жүргенше жақсы ғой, Короче, мені шығарып салып отыр. Москваға келем ғой. Давай жан жолың болсын. Пока. Чмоки-мпоки. Поделкиді готовыйын сатып ала салған, намного дешевле шыға ма дедім ғой. Өзім жасаймын деп алып, ал енді мына жақта мынандай нәрселерін алдым. 29-на және уақыт бар. Соған дейін жасай береді, в общем. Методтары деген кәдімгідей қымбат екен ғой, құрсын. Мен бір рет өзім жасаймын деп айтыпты. Амал жоқ енді. Просто өз қолыммен жасап берейін деген ғой. Так, өзіме де қызық болса жақсы көремін сондай нәрсе жасағанды. Мынандай бір грибыларының өзі кәдімгідей қымбат екен ғой. Бір штук грибыларының өзі. Бүгін қалайсыздар? Бүгін бір лайв сториске шығу бұйырыпты. Біраздан бері сториске шыға алмай қалдық. Оның өзіндік бір себептері бар. Оның өзіндік бір себебі Нұрка екеуміздің ұрысымыздың ешқандай қатысы жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Барлығы тыныш, уайымдамасаңыздар болады. Бізде алдағы уақытта бөлісетін жаңалық ол біз басқа елге кетейін деп жатырмыз. Яғни не мақсатта, не үшін деген сұрақтармен біз сіздерге алдағы уақытта міндетті түрде жауап береміз. Пока жаңалық бізде болса. Реально. Вот осыны жасаған адамдар целый бір поколение баланың балалық шағын ұрлап алды ғой. Это не только Аланчик, таких детей много. 2-3 жасынан бастап күнде андай сабаққа баратындар. Вспомните нас, біз 11 жыл мектеп бітіргенше асығып едік қой, 11-ді бітіргеннен как будто задышали. Ну там дальше универ еще был, помню. Универді бітіріп жатқан кезде мен ойлағам, енді сабақ оқымаспын деп ше. Потом мама, правда, заставила на магистратуру еще поступать, но все же. Разговор уже не об этом, просто кішкентай 2 жасар бала деген, 3 жасар, 4 жасар бала деген ештеңені ойламай алаңсыз жүгіріп ойнап жүру керек қой. Но алаңдарда, алаң сияқты балаларда
ол балалық шағын ұрлап алды осыны жасаған адамдар. Байғұстар Құдайдың құтты күн сабақ. Аланчик уже он с 2 лет ходит на занятия, он уже вот так вот ходит.